Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің 30 жылдың ішінде ұры-қарыдан аман шықсаң, елің көркейеді деген цитатасы рас па? Ерте уақытта өмірде Мәшһүр Жүсіп деген үлкен әулие адам өткен. Сол кісі айтқан екен, елің 70 жыл діннен безіледі. Содан кейін тәуелсіздік аласың. Тәуелсіздік алғаннан кейін 30 жыл бойы ұры-қарыдан аман есен шығатын болсаң, елің көркейеді деген екен. Бұл Ирина Қайратовнаның 30-дан асып барамын фильмнен үзінді. Ютубта миллиондаған қаралым жинаған фильмнен кейін танымал Инстаграм қолданушылар Мәшһүр Жүсіп кезінде осылай айтқан екен деген сарында жазбалар жиі жариялады. Мысалы, мынадай видео таратқандар да болды. 1921 жылы туыстарын жинап, өлерінен бұрын өле былай деген екен. Жұт келеді, қалың қазақ қырылады. Жұттан аман қалғандар 70 жыл құдайсыз қоғамда өмір сүреді. Одан кейін 30 жыл ұры-қарылар былықтырған кез болады. Осының бәрінен өткен соң қазаққа қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын заман болады деп болжаған екен. Әулие Мәшһүр Жүсіптің 4 болжамы дәл келді. Өзінің елді билеген Компартия, Қазақстанды 30 жыл ұры-қарының билеуі. Содан кейін қазаққа адал сүт емген, халыққа қайырымды басшылар келеді деп болжаған екен. Негізі бұл бұрын тараған ақпарат еді. Бірақ қаңтар оқиғасынан соң желіде жиі тарай бастады. Жалпы бұндай болжамның өзін талдау факт-чектің міндетіне кірмейді. Алайда оқырманның көп өтінішінен соң Мәшһүр Жүсіптің сақталған жазбаларында мұндай болжамның бар жоғын факт-чек кезет анықтауға тырысты. Бәлкім бұл видеоны көріп болған соң, қабат деген ай дейтін шығарсыз. Дәл осы цитата, яғни Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің айтқаны рас, енді қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заманда өмір сүреміз дейтіндерге айтарымыз, Көпеевтің мұндай сөздеріне еш дәлел жоқ, және фейктің де исі аңқып тұр. Бұны оның шөбересі де дәлел жоқ деп те айтқан еді. Бұдан бөлек дәл осындай көріпкелдігі туралы айтқан беделді тарихшы не зерттеушінің де пікірі жоқ. Я, енді міндетті түрде біреу айту керек шығар, қайдан шығады мұндай ақпарат деп отырған шығарсыз. Енді рет-ретмен түсіндіріп көрейін. Мұндай ақпаратты бөлісетін және тарататын медиа мен тұлғалар дерек көзді белгілемейді. Яғни ақпаратты қайдан алғанын көрсетпейді. Бірақ кейде Серік Нұрмұратов, Бақытжан Сатиршинов, Алмасбек Шағырбаевтың кітабына сілтейді. Біз дәл сол кітаптан желіде айтылғандай нақты мұндай болжамды таппадық. Бұдан бөлек әлеуметтік желіде 2019 жылы осыған ұқсас жолдармен өлең тараған болатын. Авторы тағы да Мәшһүр Жүсіп екені жазылған. Мұнда келесідей жолдар бар. Қазақ елі 70 жыл құдайсыз жүріп қағынар, құбыласын ұмытып Кремльге табынар. Күтіп жатқан алдында тәуелсіздік таңы бар, басымыз бұлттан арылар, заманым қайта тарылар. 30 жыл елді билейді ұрылар менен қарылар. Аңыздың шығуына осы өлең жолдары түрткі болуы мүмкін. Алайда оның авторы Мәшһүр Жүсіп екеніне дәлел табылмай, авторы ақын Аспанбек Шұғатаев екені анықталды. Оның үстіне бұл өлеңнің таралуы тек әлеуметтік желілермен шектелгенін ескерген де жөн. Тағы да қабат деген ай деуге дайындалыңыз. Филология ғылымдарының кандидаты, Мәшһүрдің мұңы романының авторы Серік Елікбай факт-чек кезет журналистіне жұрт ішінде Мәшһүр Жүсіп осындай болжам айтты деген аңыз бар екені рас деп, бірақ тағы да дәлел жоқ деді. Бұдан шығатын түйін, ақпарат қанша жерден сізге үміт сыйлап, жақсылықтың белгісі ғой деп ұнап тұрса да, фильтрден өткізіп, ақ-қарасын ажыратып алғанда жөн екенін ұмытпаңыз. Құрметті оқырман, желіде тараған дәлелсіз мәтіндерге сенбеуге шақырамыз. Егер қандай да бір ақпарат тараса, барынша жан-жақты зерттеңіз, не біздің редакцияға жіберіңіз. Бұдан бөлек каналға және желідегі парақшаларымызға тіркеліңіз, себебі шындыққа әркімнің ақ бар таласы.